сабағымыз бастамастан бұрын дәстүрлі топқа бөлініп алайық. Осы жолда сіздерге бейтаныс топ болады. Әрқайсыңыз 4 топқа бөлінеміз. 16 бала болады осы сыныпта. Сол себептен әрқайсыңыз мына жерге келіп бір қағаз, қиынды қағаздар. Қалай қалады топтарыңыз? Тұлғалар. Екінші топ. Ғимараттар топ. Үшінші топ. Төртінші топ. Жақсы, тамаша. Міне алдарыңызда өздеріңіз тапқандай көрдіңіздер, болашақта әртүрлі топқа бөліп отырамыз. Сонда тез-тез берілген тапсырмадан шығу үшін кішкене жан-жақты адамдарға қалап, кімнің қолында қандай қиындық бар екен, соған мән беру керек. Жақсы, енді біз миға шабуыл әдісін қолданып отырып, мұнда әр оқушы қысқа нұсқа, қолдарында қағаз не мағынаны білдіреді? Осыған қысқа нұсқа. Сіз қолыңызда қағаз қайда? Соған қарап тұрып, не мағына білдіреді? Ол не? Бүгінгі тақырыптар. Бәрі осы тақырыптың төңірегінде алынған. Бұл Тараз қаласы. Тамаша. Яғни осы тақырыпқа байланыстыратын болсақ, Тараз қаласында көптеген ескерткіштер мен алғашқы мешіттерде есептелген мешіт орындары табылған. Жақсы, тамаша. Әрі қарай Расул. Не айтылған сіздің қолыңызда көмектесеміз? Айда ғой не білесіз? Топ көмектесеміз. Ғимараттар. Жақсы. Отырауға алдынайын. Жақсы. Мұхаммед Дархан Әл-Фараби 1870 жылы дүниеге келген Фараби елінде. Ол философ, логик, физик, математик. Жақсы. Мирас. Махмуд Қашқари, ол Дивани лұғат ат-түрік деген еңбек жазған. Жақсы. Әрі еңбек. Жақсы, тамаша. Көрдіңіздер, сіздерді біріншіден топқа бөлу арқылы осындай әртүрлі тұлғалар, қалалар, ғимараттарды 4 топқа бөлдік. Сол алдарыңызда түскен қиынды қағазды өздеріңіз түсіндіңіздер. Онда не мағына білдірген. Енді келесі біздің әдіс тәсіліміз сұрақ бізден, жауап сізден деп аталады. Бұнда тақырып мынадай. Жазып алыңыздар. Топпен жұмысында ислам дінінің қазақ халқына қосқан үлесі. Осы тақырыпта әрбір оқушы жеке-жеке жауап береді. Немесе топпен. Ал ойланамыз. Бұл жерде мәдениет не? Жалпы ислам діні 7-ші ғасырда пайда болды. 10-ші ғасырдан бастап бізге араб әліпбиі келе бастады. Осы ислам мәдениеті, ислам діні, Қазақстанның мәдениеті не? Жалпы жан-жақты дамуы қандай үлес қосты деп ойлайсыздар өздеріңіз? Дайындыққа 1 минут уақыт, қысқа нұсқа. 1 минут уақыт. Оған болады. Ислам дінінің қазақ халқына қосқан үлесі. Жаңа айтайық. Тыңдайық. Ислам діні қазақ даласына қадам басқан күннен бастап, жергілікті халықтың тек қана мәдениетіне ғана емес, өзінің білімі мен ғылым жағынан да қосқан үлесі көп болды. Және тағы да айтып өтсек, қалалар мен қамалдарды жаңғыртып, жаңа шаһарлардың пайда болуына ықпал етті. Кім толып тұрады, кім қосылады да? Ақтөбе, Бағдат, Саудагер, Созақ қалалары араб және парсы елдерімен жақсы қызу қарым-қатынаста болды. Жақсы. Және Қарахан мемлекеті тұсында сол жердің орталығына айналған қалалар салынды. Жақсы. Иса. Ислам дінінің қазақ еліне енуі Сайлам, Баласағұн, Тараз секілді қалалардың көтерілуіне негізгі себепші болып табылады. Және исламды ұстанған ғалымдардың басқа ғалымдарға қараған ерекшелігі, ондай ислам дінін ұстанған ғалымдар бір ғана салада емес, өздері шамалар келетін көптеген салалар бойынша істер атқарып еңбектер жазған. Жақсы, еркін. Ислам дінінде ғылымды ақылдылықты насихаттайды, Құран кәрімде жазылған. Сондықтан ислам діні Қазақстанға білімді
білім әкелді. Ислам діні жалпы қай дінде болмасын, бір күнде қай дінде болмасын, білім ғылымға ешқашан шектеу қоймайды. Балалар бір жерде ескертіп кетейін, алдарыңызда сіздер бағалау парақтары тұр, сонда нақты көрсетіп, тұлғалар тобы кім бізде? Жақсы, ғимараттар тобы, шығармалар тобы және қалалар тобы. Міне бағалау парақшалары тұр, қазір сабақ соңында қарап отырмызды. Жақсы, жеткілікті деп ойлаймын. Келесі біздің әдіс тәсіліміз қолдануымыз, қолдану әдіс тәсілінде шығармашылық топпен жұмыс, тақырыпты біз былай түсінеміз. Осы бұл жерде топтық жұмыс, бұл жерде жеке емес топтық жұмыс. Әр топ бір-бір менің алдымда қиындыны алады. Осы қиындының ішінде 3 тапсырма берілген, ал кімге бірінші, екінші жоспар берілген, ал үшінші бір топқа артындағы сұрақтарға жауап беру берілген тақырып бойынша. Ал төртінші топ, ол бақылаушы топ. Сол бақылаушы топ емес, мен емес, сол бақылаушы топ кері байланыс. Осы қалай түсіндіргендігін айтып береді, кемшіліктерін, жетістіктерін. Біреуін ала қойыңыз. Білім мәдениетке әсері ол жергілікті халықтың мәдениетіне әсері болып келеді. Қалалардың жағдайы. Араб жазу көркем стиліне және парсы тілдерінің қолданылуы. Және бірінші үлес қосқан мұсылман ойшылдары ол әл-Фараби, Жүсіп баласының және Махмұд Қашқари. Жүсіпбек баласының түбір қатты шығармасы шықты және Махмұд Қашқаридің түркі тілдерінің диуаны атты кітабы жарық көрді. Және әл-Фарабидің осы заманға дейін ғылым білімі жөніндегі зерттеулері 160-қа жуығы біздің заманымызға дейін Жақсы. Сұрақтарға жауап. Ең бірінші, Әл-Фараби, Жүсіп баласы Махмұд Қашқаридің ислам өркениетіне қосқан үлесі туралы не білесіз? Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы дегенде, ол бағана айтып өткендей, ислам дінінің трактатқа үлес қосқан, трактат жазып ислам дініне үлес қосқан. Ол ислам мәдениетін басқа елдерге таратқан сол шығарма арқылы. Жақсы. Сәлеметті сәтті сіздерге Қазақстандағы Орасан зор әрәсе, Қожа Ахмет Яссауи кешені, сыртқы қабырғасы төртбұрыш күйген кірпішпен қаланған, алды Құран сүрелерінен алынған арабша көркем жазумен өрнектелген. Алдап шығамыз. Бұл сабақты бүгін жаңа жеке жұмыс жасады, топпен жұмыс жасады, көрдік. Және қиындылар бойынша жауап беріңіздер. Енді жұппен жұмыс жасап, осында талдау дейтін бөлімге тоқталып кетейік. Біреуін алыңыз, тез. Жылыңызбен дайындала беріңіз. Қасыңызда отырған. Біреуін ғана алыңыз, біреуін ғана алыңыз. Сұрақты оқыңыз. Бірінші сұрақ, оқып жіберсін, жауап берсін. Бірінші сұрақ кімде? Дауыстап оқыңыз. Қазақстан тарихындағы қандай қалаларда ислам мәдениеті орталықтары болды? Жақсы. Сейран, Тараз, Жақсы, жеткілікті. Олар араб әріптерінен болды. Араб әріптерінен Көміз және мыс ақшалар араб әрпімен жазылды, шыққан осы уақытта, орта ғасырларда шыққан тегілер. Соңғы жинақтау бөліміне келдік. Досмахат әдісі. Досмахат әдісінде оқушылар топ бойынша бүгінгі сабақ жайында қысқаша эссе жазады. Бір беттік ғана көлемінде. Негізгі. 3 минут уақыттарыңыз бар. Бірақ топ бұғана рұқсат берейін, бір топ оқысын, кім оқиды? Жақсы, сіздер қандай топ едіңіздер? Қалалар тобы ғана оқысын, қалғандар үстіңіз қалай? Досмахат. Сәлем досым, мен осы сабақта ислам дінінің халыққа үлес қосқанын білдім. Сауда-саттық дамытып, ақша айналымы жоғарылатты. Соның арқасында кейбір қалаларда өзіндік теңгелер пайда болды. Алғашқы көне ескерткіштер туралы көптеген мағлұматтар алдым. Мысалы, Құйрықтөбеде ең алғашқы қазақ елінде салынған мешіттің орны табылды. Жақсы. Өздеріңіздің жазған досмахатты достарыңызға беріңіздер. Келесі топқа сіздер алдарыңызда топтар, сіздер мына жаққа, сіздер мына жаққа. Бере қойыңыздар. Сіздер мына жаққа, сіздер мына жаққа, сіздер мына жаққа. Енді балалар, барлығымыз соңғы бөлімшеміз бағалауға да келіп жеттік. Алдарыңызда бағалау парақшасы көрдіңіздер. Бағалау парақшасы. Сол бағалау парақшасында әрбір топтың аты тұр. Қалай бағалау керек екені, әдіс тәсіл, қалай бағалаудың критериялы бағалаудың түрлері де бар. Байқасаңыздар, төбесінде тұр, неше балдан қою керек екені. Қазақстанда ислам мәдениеті ескерткіштер тақырыбында оқулықтан тыс үй тапсырмасы, мәлімет алып келеді, жақсы ма? Мәлімет дайындау, оқулықтан тыс ақпарат, баспасөз ақпарат құралдарымен.
Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет. Алдарыңызда әрқайсыңыз стикерлер тұр. Осы сабақта нені ұнатты, нені түсіндіңіздер, нені дұрыс деп ойлайсыздар, нені бұрыс деп ойлайсыз, соны жазып тақтаға кетсеңіздер болады.